Hoş gördük bizim Arna'nın tыңдармандары, көрермендері. Biz biraz uақыттан beri арнамызға видео жүктей алмай қалдық. Себебі біз қазақ емеспіз бе? Той томалақ болды, кішкене тұмыратып қалдық. Өлім жетім деген сияқты бата қаламыз. Міне осыменен бүгін Алматы қаласында келе жатып, тура осы мейманхананы көріп кірдім ішіне. Қараңыздар, мынау алдарыңызда тұрған үлкен ыдыстағы палау, 4 адам жейтін палау. Үстінде 4 шашлық, 2 жұмыртқасымен қоса. Енді бар жоғы 6000 теңгеге. Жандосова көшесіменен Сооронбаев көшесінің 1-ші нөмір. Міне осы жерге келсеңіздер, осы міне шашлықтері. Осы 14 шашлығыңыз небәрі 7000 теңге. Сонда әр шашлығыңыз, кәбәңіз 5 теңгеден болып тұр. Ал енді анау палау, 4 адамыңыз палау 1,5 мыңнан 4000 теңге, міне 10.000 теңгенің затын 6000 теңгеге алып тұрсыздар, 14.000, 7000 теңгеге. Міне, керемет, келіп, кіріп, осы жерде демалсаңыздар, тамақтансаңыздар, достарыңызбен, жора жолдастарыңызбен келсеңіздер, керемет палауы, жесеңіз тілі үйрет, аузыңызға салсаңыз өзі еріп кете береді ғой. Кәбәбі де, шашлығы де сондай дәмді, өте жақсы, өте мықты аспаздар дайындаған. Ал ендеше астарыңыз дәмді болсын, қазақ елі. Алматы қаласына келсеңіздер, ат басын бұрсаңыздар болады.